Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 5-ші сабақ. Тақырыбымыз мәтін. Сабақтың мақсаты тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтін түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтау. Берілген тақырыпқа сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау. Ендеше дәптерімізді ашып, 8-ші қыркүйек, бүгінгі тақырыбымыз мәтін деп жазамыз. Балалар, мәтін дегеніміз не? Еске түсіріп алайық. Мәтін дегеніміз жазбаша немесе ауызша ойды жеткізу. Мәтін мағына жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін атауы тақырып деп аталады. Тақырып мәтінде не туралы айтылғанын көрсетеді. Мәтін бірнеше бөлімдерден құралады. Әрбір бөлімі азат жол, абзац деп аталады. Балалар, мәтіннің 3 түрі бар екен. Ол әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні. Есімізге түсті ме, балалар? Енді әңгімелеу мәтінін есімізге түсірейік. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтінді әңгімелеу мәтіні деп атаймыз. Ол сөйлемдердегі іс-қимылдарды білдіреді. Ол не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Заттардың немесе құбылыстардың суреттеп сипаттайтын мәтінді сипаттау мәтіні деп атаймыз. Ол сөйлемдердегі заттың сынын білдіреді. Ол қандай деген сұрақтарға жауап береді. Және де балалар, оқиғаға құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтінді пайымдау мәтіні деп атайды. Мысалы, сөйлемдердегі себебін ашып көрсететін мәтінді пайымдау мәтіні деп атаймыз. Ол неліктен деген сұраққа жауап береді. Ендеше балалар, мәтінді қалай дұрыс көшіріп жазу керек? Соған байланысты мына нұсқаулықтарды пайдаланасыздар деген ойдамын. Сөйлемдегі мәтінді көшіріп жазу үшін ондағы сөйлемдерді алдымен оқып, мағынасын түсініп алуымыз керек. Оны жазбас бұрын әр сөзді жазылуы бойынша айтуымыз керек. Сосын жазу барысында сөзді іштей буынға бөлу керек. Жазған әрбір сөзді үлгімен салыстыру керек. Мәтіндегі сөйлемдерді осылайша жазу керек, балалар. Ендеше сабағымызды бастайық. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр дейді. Балалар, мына екі бөліктегі мәтінді оқып көрейік. Ақбөкендер ен даланы мекендейді. Олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауылда тұрады. Қауіп төнгенде пысқырып, дыбыс шығарады. Енді екінші бөлігін оқимыз. Ақбөкен қойға ұқсайды, бірақ оның басы үлкен, тұмсығы жалпақтау, артқы аяқтары қысқалау, көздері мөп-мөлдір болады. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұл екі мәтіннің қайсысы қай мәтін түріне жатады? Яғни, қайсысы әңгімелеу мәтіні және қайсысы сипаттау мәтіні екенін сұрақ қою арқылы дәлелдеп, дәлелдерімізді дәптерге түсіреміз. Келесі 21-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, оны қайта құрастырып жаз дейді. Бастаймыз. Көптен бері қора сыртында екі таяқ жататын. Екеуі дос еді. Морж сондай-ақ сайдақ тісті полярлық мақұлық. Ол шаян бақалшақтарын қазып, жеп қоректенеді. Бір күні қалтай біреуін қазып, қазық қып-қағып, бұзауын арқандады. Солақ екен, әлгі таяқтың көкірегіне нан пісіп шыға келді. Өйтпегендеші, қазық болып пайдаға жарады ғой, деген екен өзінің мәтінінде Балтабай Әділов. Енді балалар, бұл мәтіннің ішіндегі артық сөйлемдерді көріп тұрмыз,
олар екеуі дос болған екен. Ол жерде морж бар ма? Жоқ, сондықтан бұл жердегі артық сөйлемдерді алып тастаймыз. Және қажетті сөйлемдерді құрастырып, дәптерге көшіріп жазамыз. Және бұл мәтінге балалар ат қоямыз. Тақырып қоямыз. Енді шығармашылық үзіліс балалар. Балалар, бұл жердегі бұлттарды көріп тұрмыз, я? Бұлттардың ішіндегі сөздерді көріп тұрмыз ғой, я? Тоны қандай? Балалар, бұл сөздердің, яғни тоны қандай? Бұл сөз бе, балалар? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Мына сөздерге тиістісін қасына жалғап қойсақ, бұл жерде өлең шығады екен, е? Сондықтан ендеше бастап көрейік. Үлгі ретінде қарайық. Тоны қандай? Жылы еді. Маған қатты ұнады. Ары қарай өздерің жалғастырыңдар. Мұз үстінде және суға сүңгіп деген сөздерді өздерің ойланып, мұқият ой елегінен өткізіп, бұл өлеңді құрап дәптерге жазамыз. Және де балалар, үй жұмысына 23-ші жаттығу сипаттау мәтінінің сызбасына қараймыз. 23-ші жаттығуда сипаттау мәтінінің сызбасында былай деген. Сипаттау мәтіні заттың белгісін, түрін, түсін, ерекшелігін білдіреді, я? Ендеше, сызбаның көмегімен қойды сипаттап жаз дейді. Ол үшін мұна ерекше белгілерін санамалап көрсет дейді. Мысалы, қойдың мінезі жуас, өзі момын, оның бойы аласа, оның ерекше белгісі жүні қалың, құйрығында майы көп. Ары қарай өзіміз жалғастырып жаза береміз, балалар. Түсінікті ғой, е?